қазір жастыңдар. Өмір шексіз болып көрінеді. 1000 жыл. Менің жасыма келгенде білесіңдер, қазақ айтады, ғұмырың қамшының сабындай ғана деп. Зу етіп өтіп кеткенін білмейсіңдер. Төз етеді бұл өмір. Сондықтан ана профессияды анаған десең бәрін өткізіп аласың. Бір мамандықты алып, соны түбіне дейін жеткізіп, сол мамандықтың қызығын көру керек. Басқаға уақытың жетпейді. Ойламаңдар. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп. Мағжан Жұмабаев өз сөзінде ел келешегін жастарға сеніп тапсырды. Мен Салтанат Гүлшаш осы сенімді арқалап, елім үшін еңбек жолымды енді бастаған жас маманмын. Ұстаз болу менің бала күнгі арманым болады. Осы арманның жетегінде 2019 жылы Степногорск қаласындағы нөмір 4-ші дарынды балаларға арналған мектеп-интернатын бітіріп, үлкен өмірге бет бұрдым. Жоғары білім жолында Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетіне мемлекеттік грантқа оқуға түстім. Университет қабырғасында теориялық білімнен бөлек педагогикалық тәжірибеден өтіп, өзімнің мамандығымды таңдаудан қателеспегенімді түсіндім. Осылайша 2023 жылы өз мамандығымның жоғары дипломымен Степногорск қаласына алғашқы еңбек жолымды бастауға келдім. Шығармашылық жолым Абай Құнанбаев атындағы нөмір 6-шы мектеп гимназиясының физика және информатика пәні мұғалімі болып жұмыс атқарумен бастау алды. Жас маман ретінде менің түсінгенім, ұстаз өз ісін жете меңгерген, жаңашылдыққа жаны құмар, кәсіби білікті маман. Осы біліктілігінің арқасында оқушыларын өз пәніне қызықтыра алады. Білім беру жолында жан-жақты бола білген мұғалім ғана өз діттеген мақсат мұратына жетеді. Менің де ұстазы ретіндегі өмірлік ұстанымым осындай. Жаңашыл ұстаз шеберлігі жаңа идеяларда және біліктілігін арттыру жолындағы еңбекқор болуында деп білемін. Заман талабына сай платформалар көмегімен білім сапасын көтеру, жаңашылдықпен өзіне оқушыларды тарта білу. Оқушы қап емес, не болса соны сыйғыза беретін. Ол шамшырақ, тек оны жаға білу керек. Демек, ұстаз баланың жүрегіне жол табу үшін өзі үнемі ізденісте болып, білімін толықтырып отыру керек. Осы мақсатта өз пәні бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтудемін. Қазірде оқушыларым республикалық пәндік олимпиадалардың қалалық кезеңде жүлделі орындарға ие болды. Бұл жетістіктердің әлі бастамасы ғана. Шәкірттерімнің жеңісі ол менің жұмысымның жемісі деп білемін. Өз білімім мен біліктілігімді оқушыларыма шамамның келгенінше үйретуге тырысамын. Өйткені бұл менің отан алдындағы адал борышым деп білемін. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға демекші. Ұстаз болу бала жанына жарық түсіріп, оның болашаққа деген сенімін ояту. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. Жер бетіндегі адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ. Ұстаздық ұлы мамандық. Мен өз мамандығымды мақтан етемін.